Сәлем достар, бүгін біз Қарағанды медицина университетінің нөмірі 5-ші жатақханасына обзор жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы жатақхана осы жылы берілген болатын, жаңадан салынды, 45-ші орам аялдамасына жақын орналасқан. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай аула өте кең және де ыңғайлы, студенттердің көліктеріне арналған тұрақтары да бар. Кірген бетте бізде турникеттер болады, яғни оған бізде бөлек чиптар берілген, яғни университеттікі емес, басқа осы жатақханаға ғана тән чип бар. Бұл бізде бірінші қабат, өте жарық және де әдемі. Яғни мына жерде сіздер біздің оқу залын көре аласыздар. Читальный зал, осы жерге келіп біз сабақ қарай аламыз. Және де 3 түрлі осындай лифт орналасқан. Бізде 9 этаж, соған біз лифт арқылы көтерілеміз. Мен 7-ші қабатта тұрамын, сондықтан да 7-ші қабатты сіздерге көрсететін боламын. Лифттан шыққаннан кейінгі көрінісі осындай. Есіктен өту арқылы әрі қарай бөлмелерге қарай жол тартамыз. 701-ші бөлмеден 710-ші бөлмеге дейін осы жерде ұлдар тұрады, қалған жақтарда қыздар. Ал мынау сіздерге көрсетейін деп тұрған бөлме жазуы жоқ екен. Бұл жақта біздің чемодандарымыз сақталатын қойма. Сондай-ақ екі жақтан бізде осындай апаттық баспалдақтары бар, сол арқылы көтеріп түсеміз. Осындай демалатын жер бар, әр этажда бөлек-бөлек. Отырып достарыңызбен әңгіме айтуға болады. Мына жақта сіздерге кір жуатын бөлмені көрсетіп жатырмын. Яғни бұл жақта бірнеше бөлмелерге бөлінген. Ең бірінші осындай кір жуатын машине тұратын жер. Ол жақта біз газ пекалармен немесе теңге салуға болады. Киім түктеуге болады және сол жақта тұрған сушилкаларға киімдерімізді жайып қоямыз. Яғни бөлмеге су кірді ілуге болмайды. Бұл біздің дәліз, яғни коридор. Өте жарық, осындай әдемі көріністерді көруге болады. Қазір сіздерге біздің тамақ жасайтын тұрмыстық бөлмені көрсетемін. Бізде одан екеу бар. Яғни осындай шкафтарда бізде ыдыстарымызды, қазан секілді үлкен ыдыстарымызды қалдыруға болады. Және де осындай газ, және де қысқа толқынды пеш бар. Мына жақта біреу ғана көрініпті. Жөндеуге алып кеткен екіншісін. Екі тұрмыстық бөлмеде 2-2-ден 4 қысқа толқынды пеш бар. Мына жерде бізде екінші тұрмыстық бөлме, яғни өте ыңғайлы, барлығымызға жетеді. Мына жақта бізде қоймалар орналасқан, яғни біздің гардеробный заттарымызды қоюға болады. Және де біздің қызметші апайымыздың қызметтік бөлмесі осы жақтан заттарын алады. Жалпы бізде бір подсекцияда 2 бөлмеден, бір бөлмеде 2 қыздан тұрамыз. Подсекцияның өзінде айна, аяқ қоятын сөрелер және де тоңазытқыш бар. Ол 2 бөлмеге де ортақ. Және де осындай бізде оң жақтан душ, және де сол жақтан бізде туалет және де раковина бар. Бұл біздің бөлмеміз. Біз циркке қарама-қарсы тұрамыз, өте әдемі көрініс. Тереземіз үлкен, соған байланысты бөлмеміз жарық болады. Жалпы бөлмелер басқа жатақханалармен салыстырмалы түрде кішілеу келген, бірақ 2 адамға өте ыңғайлы деп ойлаймын. Осындай кітап қоятын сөрелеріміз бар, столда біз тамақ жейміз және де сабақ оқимыз. Жалпы тумбочкалар 2 адамға берілген, және де осындай сөрелерге біз киім қойдық, себебі шкаф бізге кішігірім болды. Және де осындай вешалка алуға бізге рұқсат берген болатын. Жалпы осы сіздермен бірге болған Казмед. Бізге тіркелуді ұмытпаңыз.